Ассалаумағалейкум. Сізге осы видеода инвестиция қалай жасау керек, ай сайын пассивті табыс, дивиденд қалай алып отыруға болады және ұрпақтарымызды қаржылық тәуелсіздікке қалай жеткізуге болады жөнінде айтамыз. 2017 жылы Қазақстанда International Mentors Group компаниясы құрылды. Халықаралық тәлімгерлер орталығы қазақша аудармасы. Бұл компанияның іргетасын қалаушы жігіттер Қарағанды өңірінің азаматтары Жартыбаев Айбек Ерғалиұлы, Игенов Думан Боранбайұлы, Әшірбеков Жандос Ерланұлы. IMG компаниясының бірінші жобасы ол әлемде теңдесі жоқ Go сауда интернет сауда әлемі. Go сауда деп отырғанымыз саудагер мен тұтынушыны тікелей делдалсыз байланыстыратын интернет базары. Ресми сайты бар www.gosauda.kz және мобильді қосымшасын Play Market App Store'ден тегін жүктеп қолдануға болады. Go сауданың ішіне қарапайым адамдар жеке тұлға ретінде тіркеліп, ал ИП, ТО, акционерлік қоғамы барлар компания ретінде тіркеліп, бизнесін, кәсібін жасай алады. Әр тіркелген компанияның өз интернет-магазині бар, бүкіл ассортимент тауарын, көрсететін қызмет түрлерінің сипаттамасын жазып, бағасын көрсетіп жарнамалай алады. Go саудада сіз тұтынушы ретінде сұраныс қалдырсаңыз, сізді тікелей сатушымен байланыстырады. Ал сатушы ретінде тауарды сатуға қойсаңыз, сізді сол тауарды іздеп жүрген тұтынушымен тікелей байланыстырады. Go сауда қазір толыққанды жұмыс жасап тұр. Бұның ішінде қазіргі таңда 3000-ға жуық компания тіркелген уже, 50 000-ға жуық қолданушылар бар. Күнделікті жарнама саны 50-70 аралығында жарнамалар қойылып жатыр, көбеюде яғни. Ал енді инвестиция мәселесіне көшетін болсақ, қазіргі таңда Go сауда компаниясының үлестері жалпақ тілмен айтқан кезде акциялары сатылымда. Акциялар екі пакет түрінде сатылады. Medium және Large пакеттері. Medium пакеттің бағасы 525 000 теңге. Бұл пакеттің ішінде Go сауда компаниясының 0,24% үлесі бар және қосымша сізге 30 лицензия беріледі. Large пакеттің бағасы 1 50 000 теңге. Бұл пакеттің ішінде компанияның 0,45% үлесі бар және 50 лицензиясы бар. Әр пакеттің біреуін сатып алған адам заңды түрде келісім шартқа отырып компаниямен заңды түрде инвестор болады. Екі пассивті табыс алып отырады. Бірінші негізгі табыс ол акциядан әр айдың 15-і дивиденд алып отырады. Ал екінші пассивті табыс ол лицензиядан түсіп отырады. Қазіргі таңда ТМД елінде статистика бойынша 300 миллионға жуық халық өмір сүреді. Соның 30%, яғни 80 миллионы бизнесмен, кәсіпкер болып саналады. Біздің мақсатымыз 1-2 жыл шамасында Go саудаға жоқ дегенде 1 миллион компания тіркеу. Әр компания біздің сауда алаңын пайдаланған үшін бізге абоненттік төлем төлейді. 1 миллион компания айына 9 000 теңге абоненттік төлем төлегенде, Go сауда компаниясы бір айда 9 миллиард теңге табыс табады. Сол кезде 525 000 теңгеге 0,24% сатып алған акция сізге сол айда 2 160 000 теңге дивиденд әкеліп отырады. Ай сайын. 1 50 000 теңгеге 0,45% акциясын сатып алған адамға сол айда 4 50 000 теңге дивиденд әкеліп отырады. Бұл табыс тек компаниялардың абоненттік төлемінен алып отырған кездегі санап отқан табыс. Ал қазіргі таңда бізде жеке тұлғаларға бөлек көрсетілген қызмет түрлері бар. Мысалға, жеке тұлға өз жарнамасын тегін салып, бірақ өз жарнамасын өз еркімен топқа немесе срочно торгқа шығарамыз десе, оларға отдельно қызмет түрлері, пакеттер көрсетілген. Соларды сатып алып, солайда қазір компания табыс көзін көріп отыр. Ал енді лицензияға көшетін болсақ, Medium пакетінде 30 лицензия болса, сізде 30 табыс көзі пайда болады. 1 50 000 теңгенің Large пакетінде 50 лицензия болса, 50 табыс көзі пайда болады. Бұларда пассивті табыс көзі. Енді лицензиядан табыс көзін айтайық. Мысалға, сіздің таныс кәсіпкеріңіз бар. Ол айталық құрылыс материалдарын сатады. Өзінің супермаркеті бар немесе магазині бар. Сіз сол кәсіпкерді Go сауданың ішіне компания ретінде тіркеп, ол кәсіпкер өзінің құрылыс материалдарын шығарып, сипаттамасын жазып, бағасын көрсетіп қояды. Осы жерде лицензия келісім шарты, 3 жақты келісім шарт толтырылады. Осы кәсіпкер Go сауда арқылы бір затын 100 теңгеге сатса, мысалға, 1 теңгесін, яғни 1%-ын Go сауда компаниясы өзіне алып қалады.
Солай жаңағы кәсіпкер біздің GoSoda арқылы бір айда 10 миллион теңгеге сауда-саттық жасаса, соның 1%-ын, яғни 100 мың теңгесін GoSoda өзіне алып қалады. Ал 100 мың теңгенің 40%-ын, 40 мың теңгесін GoSoda компаниясы сізге береді. Неге? Себебі жаңағы кәсіпкер сіздің лицензиямен жұмыс жасап жатыр. Солай сізде 30 лицензиядан 30 табыс көзі, 50 лицензиядан 50 табыс көзі пайда болады. Мысалға, сіз бір ірі кәсіпкерге орнаттыңыз бір лицензияңызды, сол кәсіпкерден ай сайынғы түсіп отқан табыстан 40% сіз алып отырасыз деген сөз.